Мына Иранмен ойнамаңдар, тура жандарың шығарады, біртіндеп жүр, қуып жүр, өлтіреді деген сияқты осындай видеолар қазір көп шығып жатыр. Енді жаңағы Бенджамин Нетаньяхудың офисін бүгін барып бомбить еткен екен. Енді ол қаяқта екенін білмей жатыр. Одан қалса жаңағы Трамптың өзінің көзін жоямыз деген сияқты осындай жоспар құрып жатыр деген сияқты видеолар тарқап жатыр. Енді білмейміз ғой кімге сенетінімізді. Бірақ мен сізге айтайын, қазір осы соғысты жүргізіп жатыр ғой, шиеленіс, қырылыс, бомбить етіп жатыр ғой. Ол жерде соны ұйымдастырып отырғандар негізі ол жоғарыда отыр, кайфовать етіп, бір қолдарында виски, бір қолдарында жаңағыдай сигара, кондердің астында жаңағыдай видеоға қарап, қай жерде қалай бомбить етіп жатқанын қызық көріп отыр. Ал қарапайым халық, балалар, мектептер, больницалардың барлығы қырылып, барлығы быт-шыт болып жатыр. Оның үстіне мұсылман елдері бір-бірінен, байқасаңыз, Иран мұсылман ел ғой. Иран мен ар жақтан Сауд Аравиясы, Кувейт, Катар, Оман, тағы не, Объединенные Арабские Эмираты, барлығы мұсылман елдер. Қарап отырсаң, бір-бірімен міне шиеленісіп, бір-біріне жау болып қалды қарап отқанда. Турция екі ортада не істерін білмей ол жүгіріп жүр. Сонда мен айтамын да, мынау Трамп, Америка, жаңағы Израиль білгенін істеп жатыр ғой. Өткенде Венесуэланың президентін барып алып, ұшып вертолетқа салып, алып кете салды. Барып оның елін басқарып ала салды. Енді кеп мына жерде жаңағы аятолланы да басқаларды да кәдімгі бомбить етіп қырып өлтіріп тастай салды. Елдің президентін басқарып отқан, бір елдің, тәуелсіз елдің жаңа территориясына кіріп, быт-шытын шығарып білген істеп отыр. Сонда не қарап отыр деймін да, ООН не қарап отыр, тағы басқанда Ресей сияқты алпауыттар, Қытай не қарап отыр, бәрі соған қарап, қол шапалақ ұрып, қызық көріп отыр ма? Вообще түсінбедім мен, саясат бар ғой. Саясат деген бір сасық нәрсе деген рас екен бар ғой.